Келе жатыр. Үстінде шағымданған адамдар бар. Абдал ұстай. Ақша бөлінген. Я майер оқылды. Сау қалайсыз? Иә, бұл директорлерің жүда танысқанға қуаныштымыз. Сізден менде. Осындай көз ашық адамдар көбейіп саламатсыз, қалайсыз апа? Бар ма рұқсаттарыңыз? Бар апа, қалай денсаулығыңыз? Сүйісіп амандасып кіріп қош келдіңіз. Жоқ, мына директор кіргізбе деп жатырмын, мен уақыт өредім. Жоқ, біз ары қарай кірмейміз уайымдап. Не соңыз кіргізбе деп жатыр ма? Иә, бір бөліміне кіргізбе деп жатыр. Біз сол кісілерден интервью аламыз. Сізге жазып отыр да, сізге. Қазір сосын мәлімет ретінде прокуратураға, областной білім басқармасына, аудандық білім басқармасына бұл халықтың жанайқайын біз жеткіземіз, ақпараттарға шығарамыз. Дұрыс па? Неге арыздар қаралмайды? Аманат партиясы келіп арыздарды қарап, жаңағы кем-кетіктің бәрін жеткізген. Бірақ не үшін қаралмайды? Сыбайластық па? Кім біледі? Сұрақ туындап жатыр да. Сіздің бөліміңіз керек болса кесін осында, хорошо? Қазір барам мен кабинетте, кім именно атын айтыңызшы, кім бөлімінде бізді кіргізбеңдер, ешқандай жауап бермей тұрған кім? Кіргізбеңдер дегенде қолдарында арыз бар екен, арызбен бірге танысамыз айтты маған. Білім бөлімінің бастығы сотталып кеткен емес па? Сотталып кеткен жоқ бұл, сіз жұмысқа алған адам. Мен ешкім алған жоқ. Сотталып кеткен. Білім басқармасы бұйрық шығарғанбыз. Білім басқармасының Нұрлыбек пе, аты кім еді? Нұрәлі. Нұрәлі сотталып кеткен жоқ бұл. Мен осы несін бұрын болған нәрсе. Болды. Оның бізге ұстанген жоқ. Білмеймін. Білім басқармасында айтты. Жоқ, білім бөлім басшысы. Жаңа 5 адамнан интервью алайық. Хорошо. Біз содан кейін сізден де интервью аламыз. Мына мектептің сыртқы жөніндегі мәселелерді қазір балдар қарап көреді, кем берсіздерді, иә. Енді ол жерде смета енді түзіп өткізіп. Жанжал керегі жоқ, сізге айтайық. Хорошо. Егер берсеңіз, бермесеңіз өзіңіздің біліктілігіңізді ақпаратқа шығарамыз, қандай жауап бердіңіз. Бізге жаңағы 5 адам келсе, адамдарды шақырасыз ба қасыңызда? Иә. Мен оқып берем. Мырзакаримова Асем деген кісі керек. Хасенова Жанар дейді. Даукенова Мөлдір. Ибраимова Салтанат. Бектібаев Жамбыл. Мүсірәлиев Ерғанат. Сосын мына 3 кісі: Жақупаев Еділ, Бектібаев Жамбыл, Досмағамбетов Бақытжан. Көшеде ғой бәрі. Солар шақырып беріңіз, болды. Салтанатыңыз мына, Мөлдір мына, Еділ Жеке Бақытжан. Жұмыссыздықпен келген кім еді? Жұмыссыздықпен келген Нартайұлы дейді. 2024 желтоқсан айынан бастап жұмыспен қамту бөлімімен бірлесіп келісім шартқа отырып, Нартайұлы деген жастар практикасымен мектепке жұмысқа келген дейді. Жұмысқа келмеген, е? Вообще келмеген ба? 24 жылы, бірақ сіздерге тіркелген желтоқсан айынан бастап. Айлық алынған, е? Айлық алынған ба? 24-тен бастап. Осы мәселелер ғой мұның, халық біледі, сосын шырылдайды. Тіркеледі, айлық жүріп жатыр. Жұмысқа келмесе қайт болған не қылады? Қайт тіркел. Мен соны анықтаймыз, қарындас дұрыс па? Сіз де жүріңіз бізбен. Новый мобилогр тапты, қарындас, молодец. Онда бір кабинетке, екі кабинет көп. Бір кабинет беріңіздер. Еңбек кабинеті сабақ болмайды, еңбек Жүріңіз? Закиримова Гүлзия. Қандай пәннен сабақ көресіз? Тарих пәні мұғалімі. Тарих пәнінен. Сіз осы мектепке басшысына арыз жаздыңыз ба? Жазған былтырлар, иә. Не арыз? Мәтінін айтып жібересіз ба? Ол арыз полды ауыстыру жайлы қыстың күні. Бұл полды ауыстыру дегенде жаңағы мінердегі жұмысшылар айтып жатыр, сол полға түскен, келген полдың ағашын өзінің үйіне түсіріп алған дей ма? Иә, ойдағыда осының үйіне осы арадан тасыған ба, Аманат партиясы оны дәлелдеген, соның аяғы кейін полды әкеп, бір түнде ойдағыда 5-ші күні ма, әкеп краскілеп ішін ауыстырып. Аманат партиясының, осы Созақ ауданының Аманат партиясын кім келді? Берік ағай келіп, Берік ағай. дәлдеп кеткен. Қандай шағымдарыңыз бар? Нақты шағым болғанда, енді сондай жазған арызын мысалы аудан бәрін жауып ойдағыда осынкі дұрысып кетіп жатыр ғой. Біз көрген көз өтірікші болып тұр қой енді. Бір екінші кеше жұмыссыздықтан келді. Мен өзім жолықтым ол кісілерге, Әбілқасымов деген аудандық деді.
бізде жұмыссыздықтан жұмыс істейтіндер бар ма деп едім, бар деді. Бірақ енді оның қанша екенін білмеймін. Бірақ еще бар деп айтады да, оны. Бірақ менің дәлелдегенім ол біреу ма деп едім, сөйтіп бар дейді. Бірақ ол адам үшін келіп жүрген жоқ біздің мектепте. Біз енді сол дедік та, бірақ ар жағын білмейміз ғой, тағы бір екеу бар дейді негізі, бірақ оны білмейміз толық. Сіз соны нақтылай аласыз ба? Қазір жұмыссыздықтан бұл жерде ешқандай адам жоқ па жұмыс істеп жатқан? Жоқ. Жоқ, иә? Жыл 12 ай келгенбіз. Жыл 12 ай. Ал жаңағы Нартайұлы деген 2024 жылы тіркелген, бірақ жұмысқа келмегенін Бақтиярда айтып тұр да. Сіз ондай адамды көрдіңіз ба? Ондай адам вообще келген жоқ мектепке. Бірақ кешегі осы бір 2 аптаның көлемінде келіп кеткен кезде бар деді да, ол кісілер жұмыссыздықтан адам бар деді. Сосын мен айттым, ол жұмыссыздықтан бар, бұл мектепте жоқ қой дедім, жыл 12 ай адам жүрген жоқ қой дедім. Ойланып қалды да кетіп қалды. Білмеймін олар не шара көріп жатқан. Бірақ сіз қазір бүгінгі күні осы жерде қызметкер ретінде жұмыссыздықтан келген адам жоқ екенін айтып тұрсыз, иә? Былай жоқ. Документальный бар ау. Тіркелгені болуы мүмкін. Болып тұр ғой, өйткені Әбілқасым тексерке бар деді ол. Неше адам? Соның санын сұрамаппын. Мен просто былайынан сұрай салдым. Иә, оны прокуратура анықтар. Бұл басқа жаңағы полдан басқа айтатын арыз шағымы жоқ па? Директорлеріңіз бұл коллектив екіге бөлініп жатыр дейді. Бұл деген коллективті бірін-біріне қарсы қою кімнің мақсаты екен, а? Білмедім. Бірақ рас па бөлініп жатқан? Рас, ол ұжым бірге емес біз. Мына көз ашық адамдарды жексұрын қылып көрсетіп жатқан рас па? Енді мен бізге не үшін қастанатынын оны да білмеймін енді. Сіздерге жаңағы бопсалау, қорқыту, үркіту бір әрекеттер бар ма? Оған жол бермейміз ғой. Баста болды ғой, ең басында болды. Сіздерде бухгалтерия ортақтандырылған ба ауданда? Білмейміз, ол бухгалтерия жағында. Сіздерде бухгалтер бар ма мектепте? Бар дейді ғой мектепте бухгалтер. Бірақ ауысып жатыр ғой, бірі келеді, бір ауысады, ауысып кетті дейді, оны қайсысы екенін. Мектепте бүгінгі күні бухгалтер жұмыс істеп жатқан жоқ, жоқ, істеп жатқан шығар, бірақ оны қазір сіз танымайсыз? Мен танымаймын. Соны айтып отыр. Иә, осы бір жыл. Ол рахмет. Сіздің аты жөніңіз Мырза Каримова Гүлзия. Гүлзия, иә? Бұл. Сіз қалайсыз? Сау? Болады. Сыртқа шығайық. Сыртқа? Бір минут мына кісіден интервью алайықшы. Ес жабасыңдар. Менің есімім Үрия. Үрия? Есшанова. Мен осы мектепте 10 жылдан артық істеген адам. Бұл қай ауыл? Бұл Раңата ауылы, Батырбекова мектебі. Мен сізді әлеуметтік желіден жалпы көріп тұрамын. Жалпы сіздің жұмыстарыңызды, нелеріңізді бәрін көремін. Шақырса келтіре алмай жүрген кісінің біреусіз. Менде бір мынандай мәселе, енді ол өзі жалпы ойым мектептегі. Бізде жалған дипломмен істеп жатқандар бар. Дипломмен? Жалған дипломмен. Аты жөнін атай аласыз ба? Менің үйімде дәл қазір мысалға 9 сағатқа, 12 сағатқа Қарағұрдан келіп жұмыс істеп жатқан бала бар. Оның мамандығы басқа, ол оған қатысы жоқ. Бірақ егер нақты маман іздесе алу керек қой. Дұрыс па? Не дейді жаңа, торғайды сойса да қасапшы сойсын дейді қазақ. Мен бұны облыстың несінен білім басқармасына барғанда да айтқам. Үндемейді ешкім. Ешкім үндемейді. Ешкім үндемейді. Бармақ бас көз. Директорға қазір 2 жылдан асып қалды, бұл шырылдап айтты, бірақ бұның сөзін ешкім тыңдап отырған жоқ. Директор енді оны құзырлы органдарға берді. Жаздық қой. Мен өзім жаздым, пәлен рет жаздым. Болды, қараймыз дейді, қайтып. Аты жөніңіз кім? Әсем Мырзакереева. Қандай қызмет атқарасыз? Актер. Сізге сұрақ, мына жерде жұмыссыздықпен Нартайұлы деген 24 жылдан бастап жұмыссыздықпен осында жұмыс істеді деп естіп жатырық та. Ондай адам жұмыс істеді ма? Енді ондай адамды естіліп, бірақ оны келгенін көрген емеспіз. Жұмысқа келгенін көрген емес. Значит, келген жоқ деп нақты айта аласыз. Нақты, иә. Жоқ, ол енді адамнан сұрамай-ақ, былайша камераларда тұр ғой, 20-дан аса камера бар ғой, тексеремін десеңіздер. Бұл жерде жұмыссыздықпен бүгінгі күні істеп жатқан адам бар ма, жоқ па? Жоқ. Жоқ. Жоқ, общем, мектепте ондай адам емейді. Бірақ тіркеліп, ар жақпен, бер жақпен сыбайластық көрсетіліп, айлық алып жатқандар болуы мүмкін бе? Мүмкін енді, ол жағын енді айта алмаймыз енді, өз араларында ғой. Өзі қандай арыз шағымыңыздар бұл мектепте? Арыз шағым болғанда мен қазір айтайын, 24 па, 25 па? 24-тің январынан бастап арыз жазылды, 5-6 арыз жазылды, арыздың бәрі асылып қалып жатыр. Мәтіні? Арыздың мәтінін айта аласыз ба?
арыздың мәтіні болғанда ол осы мектеп туралы шағым мысалға, қаражаттар бөлінді ремонт неге, соның бәрі қозғалғандығы мысалға, соның бәрі басылып кетіп жатыр ғой, айтып Сіздің жатыр. айтып отырғаныңыз жаңағы мына еңбек классы ма, соның жаңағы ағашы қайқалып кеткен. Оны енді мен ақ кетті деп те не қыламаймын, бірақ енді бетіп тұрған нем жоқ та. Бетіп тұрған дәлелім жоқ та, бірақ оны дәлелдеп Берік ағай, Берік Тұрғанбаев келіп, дәлелдеп мойнына қойып кеткен. Аманат партиясынан, иә. Өйткені сіздер Аманат партиясына арыз жазған кезде Берік кім дедіңіз? Берік Тұрғанбаев. Тұрғанбай келіп тексеріп, мойнына қойып, дәлелдеп кеткен. Жиналыста. Көпшілік ұжымның жиналысында дәлелдеп кеткен. Ол қай кезде келді, ол есіңізде ме? 24-тің ол енді сол көктем ау деймін. Көктем ма? Оқу аяқталатын кездерде келген ғой. Ол кісі келгеннен кейін осы мектепке бір ремонт жұмыстары басталды ма содан кейін, сол жаңағы сіздер жазылған арыз туралы жаңағы? Арыз туралы жазылғаннан кейін ағаштар келініп, ең шеткі еңбек деген кабинет бар, сол қағылған. Қағылды? Қағылды. Берік ағай келгеннен кейін дәлелденіп, қағылып, түнде ремонт болып ауысқан. Оны бізге бірақ енді өз араларында нәрсе ғой, бізге мойнатпайды ғой енді. Бірақ сіз дәлелдеме ретінде көргеніңізді айтып тұрсыз ғой, иә? Мен көргенімді айттым. Басқа қандай арыз шағымыңыз бар? Қорқыту, не қылу дегеннен шілей жоқ, бірақ енді үстемдік сөйлеу деген болады ғой. Сөйлеу адамға келіп, басшылыққа сай емес тірліктер айту деген нәрседе. Не дейді мысалға? Енді әркім өз басшылығын пайдаланады ғой негізі. Былай ғой, енді біз тек қызметкер, мысалға сен соны істей салмадың, істеуіңе тиіссің деген андай бір күш көрсету сияқты. Басқа жұмыстарды ма? Сондай нәрселер болады. Көмектесесің де, істемеймін десең өзіңе не қылады. Үйге барып жұмыс істейді. Мырзакереева Әсем. Қай ауыл тұрғыны? Раң. Раңның ауылы, мектеп? Батима Батырбекова. Ауданы Раң ауылы да? Иә. Толмайды көңіліміз, толмағандықтан арыз жазылған, арыздың бәрі районына басып тастап жатыр. Районына басып тастап жатыр ма? Бұл кісінің жаңа бір кісілер айтып қалды, үлкен бір жақта крышасы бар екен, арыз жазсақ та қаралмайды деп осындай бір жазыңдар, ал не істейсіңдер деген сияқты әңгіме болды дейді. Мүмкін енді жоғарыда адам болмаса ендігі қаралып бәрі ақталып шығар еді. Рахмет сізге. Ұзақ ауданы Раң ата ауылынан мектептің аты Батима Батырбекова. Батима Батырбекова. Мына мектепте қандай жағдайлар болып жатыр? Мына директордың үстінен арыз жазғандарыңыз рас па? Арыз жазғанымыз рас. Осы үшеуміз 24-тің 10 айының 17 жұлдызында бір жылда бір жарты 05 операторлық осы үшеуміз істейтінік, бізге бермей. Сондай бір келеңсіз жағдаймен арыз жазып шағымданғанымыз рас. Нұр Отанға апарып тастадық. Берік дейтін фамилиясы кім? Берік Тұрғанбаев Берік дейтін кісіге. Сол арыз аяқсыз қалды, бір-екі рет бір аманат қой қазір, Нұр Отанда отырған. Аманат қой қазіргі, аманатта. Ол арызды да қойдық, жазып осы әркім жазып тастап жатыр, ондай арыз қаралып жатқан арыз жоқ бізде. Қаралып жатқан арыз жоқ. Арыз жоқ. Арызға сіздер мәтінін айтып жібересіз, арызды не жаздыңыздар? Біз мәтін айтқанда осы үшеуміз 5-6 жылдан бері қосымша 05 операторлық істейтіндігіміз. Операторлық жаңағы жылуды қазандық. Немен істелінеді? Электрический ғой бізде. Электрический. Соны істейтініміз, әйтеуір дополнительный солярка бар ма? Солярка істеді, бірақ тоқты. Соны бермей қойған бізге 24-тің октябрьдің 17-сінен бастап. Сіздер жұмыстан шығаруға не себеп болды? Бізді жұмыстан шығарған жоқ, ол 6 айлық сезонный нәрсе ғой. Содан біз қосымша алатынбыз, біздің қосымшамызды бермей қойды. Содан кейін 2023-те күніне өзі сезон сайын бөлінеді солярка деген. Мына жылылау сезонда 420 литрден сөткесінде. Ол болатын болды тағында, ол 420 литр кетпейді о жерде. Сосын қалың қыста, чүнгі ассаламалейкум. Қалың қыста бізде 620 литр солярка кетеді. Ол да өтірік. Соның бәрін көрсетіп жазғым, ешқандай маған ол атып ештен келген жоқ. Күніне 420 литр емес, неше литр жаңа шығын болады? Примерно зорлағанда 300 болады. Зорлағанда 300. Қазір, пожалуйста, жүріңіздер. Білім бөлімінің адамы келіп жақсын, тоқтамай жағынан да 300 литр кетеді. Қалғаны кетпейді. Осы енді мен қойым кетіп жатыр енді сол кезде? Білмеймін, ақ жасап қол қойдырып алды, леке қалғанын біз білмейміз ғой. Қолды сіздер қойдыңыздар ма? Ақтыға осы үшеумізде қол қойдық. Қазір қандай қызмет етесіздер? Мен электрикпін, анау сантехник, мынау қазір шебер.
қазір сіздердің орныңызда операторлық қызметте кім істеп жатыр? Оператор сезонный нәрсе қазір аяқталып Жоқ, қалды. негізі сіздерді 0,5 Қосымша бір осы ауылдың келіндері бірдеңелер істеді ау деймін. Әйел адам істеді. сіздер Аманатқа жазып тастаған, бұл аманат ешқандай ештеңе қараған жоқ. Сол енді Бақытжан. Досмағамбет Бақытжан. Не жұмыс істейсің бұл жерде? Сантехник. Қазір бір ставкада жұмыс істеп жатсың, иә, сантехник. Жаңа нөл ставкаңды жаңағы қазандықтан алып тастады. Иә. Сенің аты жөнің? Виктория Жамбыл. Не жұмыс істейсің? Шебер. Шебер. Сіз де сол қазандықта істегенсіз ба? Қазандықта істеген мен. Неше жыл істедіңіз? 5 жыл, 4-5 жылда істедім. Былтырғы жылы, в общем, жаңа жылдан кейін бізді мұғалім деген статусқа қойды да. Содан кейін енді мұғалімдерге уже қосымша от жағуға болмайды деп сөйтіп алды сондай желеумен. 12 қаңтар күні алды ғой менен. 2025 жылы ма? Білім басқармасына жаздыңыз, аманатқа жаздыңыз ба, қай жерге жаздыңыз? Аманатқа білім бөліміне жаздым. Осы Созақ ауданының, иә? Болды. Рахмет. Қолды қайға тастың? Директордың үйіне. Директордың үйіне? Неше куб ағаш тастың? 70 штук па? Мен нақты санамаймын. О, қай жыл? 2023-те болды не? 23-те? 2023-те директордың аты кім? Қосыншаева Айгүл. Айгүл, осы мектептің директоры. Иә. Бұл мектеп? Батима Батырбекова атындағы мектептің директорының үйіне 73 штук дейсің ба? Половойдасың ба сонда? Жоқ, мен сондай. Сондай. Ол неше айдан кейін, мынау коллектив арыз жазғаннан кейін қайтып обратно тастыңыз ба? Жоқ, оны біз мектепке қалай қылып түсіріп кеткен білмейміз одан кейін. Білмейсіздер ма? Жоқ, артқан жоқ, біздің үй жаққа барып түсір деп бізге сондай бұйрық берілді. Кім? Бірақ үйге біз бардық. Жоқ, оны аудан орталығынан алып бірден соқыстың үйіне түсірген шығар мүмкін. Жоқ, осы мектептен осы ардан түсірді. Мектепке келіп түсірілген ағашты? Мектепте жинау тұрған ағаш. алдына келді. Келгеннен кейін түсірді ма осы жерге? мына балдардың қасындағылардың айтса. Осы жерде жиналды, осы жерде жиналып тұрған ағаш. Иә. Сонымен жұмысқа келдік. Жұмыстан осы ертерек қайта беріңіз деп жіберді, сол ағашшыны түсіріңдер деп. Барсақ газельден апарып, газельде тұрған күйі қойып қойған екен қора жағынан. Оны түсіріп жинады сол. Түсіріп жинап бердіңіздер. Сонда сіздер мынау өздеріңізді құлдық мектептің директорының үйінің барып жұмысын істеп жатқан кезде бір намыс оянбады ма? Бұл туралы шағымдандыңыздар ма? Шағым болды, сол намыстанған екен шағым жаздық, арызданып. Бірақ мектептің директоры қаралмайды, арыз қаралмайды. Арызданасың, бірақ қаралмайды. Аудандық білім бөліміне қарады да арыз бойынша. Сөйтіп оны тұрғызып қойды дағы. Сен қате жазғасын, сен не деген сауатсызсың деп. Оның әптен шығарды бұл баланың. Кім аудандық бөлімінің бастығы кім сонда келген? Фамилиясы не абайдың? Сауатсызсың, басқа да бүкіл коллективтің көзінше жер жебіріңізге жетті деп айтып отыр. Рас па ол? Иә, рас. Арыз сауатсыз жазылған деп. Мен өзім Шымкентте универді бітірген өзім күрделі дипломмен, сондай сағат сұрап өзім 0,5 штатпен жүрмін. Соны толықтырып бір штат беріңіз, болмаса сағат беріңіз деп осындай білім бөліміне жаңағыдай шағымданған едім. Сондай шағымда сондай сауатсыз жазылған арыз, мынау арыз өзіңе бәле болады деген сияқты, өзіме сондай кері әсерін тигізеді деген сияқты. Оны кім айтты? Ашысы. Мынау сіз білесіз бе, президент Қасым-Жомарт Кемелұлының ашықтық, естуші үкімет деп жатыр. Сіздің мына іс-әрекеттеріңізді мен бір естуші үкіметке шағымданып ашықтықпен арыз жазып отырсыз да. Оған сіздің білім бөлімінің басшысы сізге ол сауатсыз жазылған арыз бұл деп сізден бір грамматикалық ошибка тапты ма, жоқ арызыңызды үйлестіремадыңыз деп айтып тұр ма? Қай мағынада екенін туралап айтқан жоқ. Бірақ сауатсыз екенін айтты. Сауатсыз жазылған деді. Арызды сауатсыз жазылған. Өзіме прямо сауатсызсың деп айтылған жоқ енді. Бірақ сауатсыз жазылған деп нақтыламаған деген сияқты айтты ғой. Бұл қай кезде болды? Бұл осы 2024-тің сентябрьінде ма болды? Оқу жылы басталған кезде. Болды, рахмет. Сен жаңа ағашты апарған кезде қасында кім болды? Жаңа Жақулаев Еділ деген кісі болды. Одан кейін Төген деген кісі болған, ол кісі жұмыстан шығып кетті енді.
жаңағы еділмен сөйлесе аламыз ба? Иә, ол кісі өзі сыртта тұрады. Бұл сөйлесе болды. Рахмет. Енді қазір мына директорден интервью алайық. Директорден мына жаңағы жұмыссыздықпен келген неше адам бар екен? Басқа жұмыс жоқ па? Жұмыссыздық жаңа баланы біз көрген жоқпыз, мына кісілерде айтады ғой. Аты кім еді ол баланың фамилиясы не дейді? Нартайұлы деген жұмыссыздықпен келіп осында жұмыс істеп дейді. Көргенсіздер ме, танисыздар ма? Ондай жоқ па? Кеше ана кісі келгенде ғана мына келін көрген солдан сұрап бар. Кеше келгенде қашан ол кісілер келген? 12-сі. Осының 12-сіне ма? Сол кезде жаңа Нартайұлы келді ма? Жоқ, ол келген жоқ, кісілер келді деп жатыр. Ол кісі келген жоқ. Ол келмеген. Сол кезде Нартайұлының жұмыс істейтінін білдіңіздер ме? Сол кезде осы жерде жұмыссыздан адам істейтін білдік. Онда да фамилиясын сұраған жоқпыз. Бірақ жұмыс істейді екен. Жетекшілер айтты да. Оныншы күні келген жаздырып аламыз ғой. Вообще, сіздің неңіз полномочияңызға кіреді екен. Директордан бір интервью алайық, бір айтсаңыз. Директорға айтайын. Мынау Фатима Батырбекова мектебінің директоры Айгүл Қостаншаева деген ханым. Бұл мектепке директор болып келгеніне 2 жыл болды ма? 2 жыл болыпты. Мына жерде мектептің арасында коллектив 2-ге бөлініп арыз жазылып жатырды. Бұл жерде енді қаншалықты не екенін білмейміз. Сіздерден бір сұрақ. Сіздерде жаңа мына еңбек кабинетіңізге алып келген тақтайды. Осы жердегі жұмысшыларыңыз айтып отыр. Сіздің бұйрығыңызбен сіздің үйіңізге барып түсірдік дейді. Ағай Бесекші, мен сіздің жақсы журналист екеніңізді білемін да. Облыс көлемінде Қазақстан бойынша әлеуметтік желілерден сізді көріп тұрамын, сізді шындық деп шырылдап жүргеніңізді де білемін. Сіз маған жазбаша беріңіз, мен сізге жазбаша түсініп берейін барлығын. Ақпарат беруден қарсы. Мен қазір бұлай емес, жазбаша түрде сізге берейін. Сіз маған жазбаша беріңіз. Бізде президент Қасым-Жомарт Кемелұлы деген кісі бар. Осындай ақпараттандырып, ашықтықты өзі қалап жолдауында 2 рет айтты. Бірақ сіз сонда президенттің жолдауына бүгінгі күні ашық қарсы шығып тұрсыз ғой, ештеңеге қарсы шықпаймын, бірақ жазбаша маған беріңіз, мен сізге жазбаша жауап бермейсіз оған. Жауап бермейсіз. Екінші мәселе, мына жерде жұмыссыздықта сіздерде неше адам жұмыс істейді? Қазір ешқандай жұмыссыздан келіп жатқан жоқ. Армияға кетіп қалып бір жігіт болған. Ол кісіні мынау қызметкерлеріңіз, вахтеріңіз өмірі тіркелмеген жоқ деп отыр ғой. Оның аты жөні кім еді? Камераны ашып көреді ғой. Нартайұлы. Камераны ашып көрсін. Кім ол неше істеді уақыты Нартайұлы? Барлығы сол неде бұйрықтарда тұру кезінде мен жұмыссыздықтан. Бұйрықтың көшірмесін бере аласыз ба? Жоқ, маған жазбаша сіздер беріңіз, мен сізге барлығын дәлелдемесін. Не айтылады мен жөнінде, мен сізге соның бәрін жазбаша түрде берейін. Болды. Мен сізге ешқандай. Ол Айгүл ханым, жақсы. Рахмет келгеніңізге. Сізде аман болыңыз. Еңбектеріңізге табыс, сәттілік. Жұмыс істеуіне кішкене мүмкіндік алып берсеңіз жүзе жақсы болады. Керемет. Сіздің келгеніңізге қуаныштымын мен. Рахмет. Ренжімеймін. Жақсы. Сіздің жұмыс істеуіңізге кедергі жасап, бір іс-әрекеттер болып жатыр ма? Жалпы маған ешқандай кедергі болып жатқан жоқ енді. Мен өзім еңбегіммен келе жатырмын ғой енді. Бір Алла қуат берсін десеңізші онда. Жақсы болды. Жақсы, рахмет, жақсы. Аман болыңыздар. Рахмет, Газель қаяқта, газель. Газельдің бәрі документ тұр ағай. Тұр ма? Жаңағыдай жазбаша берсе, ол осы уақытқа дейін не болғаны, маған дейін не болған бәрі тұр ғой документтерде. Құрметті мынау білім министрі Ғани Бейсенбаев мырза, мынау мектепке келіп тұрып, осындай арыз шағым болғаннан кейін енді сұрақтарға жауап бермей жатыр. Толық жазбаша түрде дейді. Президенттің жолдауы қайда кетті? Мына білім басқармасы білеміз, білім беріп жатсыздар, жұмыстарыңыз бағалаймыз, мұғалім мәртебесі бар. Бірақ президенттің жолдауына қарсы шығып отырсаңыздар, бұл мұғалімдердің бүгінгі күні сол мәртебесіне дандайысып кеткені болып табылмай ма? Рахмет тыңдағандарыңызға.